Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қауынды қысқа қалай сақтайды рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен банка крышканы булаймыз және де стерильдеп аламыз. Және де қауынның сыртын жуып аламыз. Одан соң тіліктеп кесіп алып, қабығынан ажыратып, көбіктеп турап аламыз. Және де стерильденген банкаға туралған қауындарды саламыз. Енді банкаға құятын сироп дайындаймыз. Ол үшін 1 литр су қайнатамыз. Қайнаған соң 400 грамм қант және де 1 шай қасық лимон қышқылын қосып қайнатамыз. Менің 1 литр сиропым аз болып қалды, және де мен қайтадан 1 литр сироп дайындадым. Сиропты барлық банкаға құйып шығамыз. Бос қазанды алып, ішіне сүлгі салып, ортасына қауыны бар банкаларды қойып, крышкасын жай жауып қойып, ыстық не жылы су құйып, газға 10 минут стерильдеп аламыз. Яғни 10 минут қайнатамыз. Он минут қайнаған соң қазаннан банканы алып, мықтап бекітіп жабамыз. Мінекей дайын, және де өте оңай әрі тез дайындалады. Жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Кездескенше аман сау болыңыздар.